Менің есімім Болатбек Аянат және менің ғылыми жұмысымның тақырыбы ағылшын тілінен кірме сөздердің қазақ тілінде қолданылуы. Borrowed words from English into Kazakh language. Мазмұны бірінші кіріспе, екінші негізгі бөлім. Қазақ тіліне ағылшын тілінен енген сөздер күнделікті қолданылатын тұрмыстық техника заттарының ағылшын тіліндегі атаулары және мектеп оқушыларының ағылшын тілінде қолданылатын сленг сөздері. Зерттеу жұмысы мектеп мұғалімдері мен оқушыларынан алынған сұхбат, қорытынды және қолданылған әдебиетте қарастырылатын болады. Мақсаты шет тілден енген сөздердің, сленг сөздердің, жаргон сөздердің мағынасын тереңдеп түсіну. Міндеттері кірме сөздердің пайда болуын қарастыру және себеп салдарларды анықтау, кірме сөздерді жіктерге бөлу, оқушылар арасында айтылып жүрген сленг сөздердің мағынасын түсіну, күнделікті тұрмыста қолданып жүрген заттардың ағылшынша атауының мазмұны, осы тақырыпқа байланысты сауалнама алу. Зерттеудің өзектілігі бізде қазіргі таңда қазақ тілінен өзге тілге енген сөздердің мән-мағынасын көптеп түсіне бермейміз, соның мән-мағынасын көптеп түсіну. Зерттеудің болжамы, егер біз ағылшын тілінен қазақ тіліне енген сөздердің мән-мағынасын тереңірек түсінетін болсақ, онда бұл бізге қолдану керек пе, керек емес пе, сол туралы білетін боламыз. The vocabulary of any language is enriched by borrowed from other language as a result of historical, economical, and cultural exchanges between different peoples. English words in Kazakh vocabulary is the names of household appliances in English and slang words used among school children from a theoretical and practical point of view. Қазақ тілінен ағылшын тіліне енген сөздер. Бұл ғылыми жұмысында мен қазақ тілінен енген біздің өзге шет тілден енген сөздердің біздің сөз қорымызға қаншалықты әсер ететіні туралы айтатын боламыз. Және жер шарында барлығында өзге тілден ауысып келген кірме сөздер бар. Кірме сөздер дегеніміз олар біздің тілімізге өзге шет тілден енген және соның ықпалымен бірге, мағынасымен бірге келген сөздер. Бүгінде мектеп балалары елі көпшілігі әлеуметтік желілерде осындай сленг, жаргон сөздерді пайдаланады. Осы желілер арқылы шетел сөздері де біздің тілімізге еніп, мысалға Instagram аккаунт, Facebook, Snapchat, блог сияқты сөздер біздің тілімізге толығымен еніп кеткен. Күнделікті қолданылатын тұрмыстық техника заттарының ағылшын тіліндегі атаулары. Ағылшын тілі бұл жаһан тілі, біздің елімізге көптеп ағылшын тілінің сөздері енген. Мен осы тақырыпты алу себебім, мысалға былай қарап тұратын болсақ, мектепте, азық-түлікте, марка машиналарында және тағы басқа көптеп жерлерде барлығында ағылшын тіліндегі сөздер қолданылған. Кез келген заттың атауы оның туындауына себеп болып келеді, сонымен бірге біздің табиғатымызға хабар береді. Тұрмыстық білім адамның күнделікті өміріне қажетті заттар жайлы ақпарат беру құралы болып есептеледі. Оқушылар арасында пайдаланылатын ағылшын тілінен енген кірме сөздер. Ағылшын тілінен енген кейбір сөздердің бізде аудармалары жоқ. Чипсы, видеоклип сияқты сөздердің аудармалары жоқ. Және бізде ұзын сөздерді қысқартып ағылшынша тілінде де енген. Мысалға пилинг дегеніміз ол бетті тазартатын крем және крем. Клубқа кірер алдындағы контроль, ол бізде фейс контроль деп солай тіпті ұзын сөздерді қысқартып ағылшын тілінен аударған. Қазіргі таңда ағылшын тілінен енген кірме сөздер жиі пайдаланылып, балаларға өз ойын, сезімін ағылшын тілінің кірме сөздері арқылы білдіру оңайырақ көрінеді. Қорытындылай келе, оқушылар арасында ағылшын тілінен енген кірме сөздердің көптеп пайдалануы біздің сауатсыздыққа алып келеді және осының пайдалану себебі олардың бір-біріне еліктеп немесе өздерін басқа қырынан көрсетуі. Дәл солай кірме сөздер жарнамаларда, теледидарда, TikTok, Instagram желілерінде тынбай қолданылуда. Тіл асыл қазына, рухани мұра. Халық үшін тілден асқан байлық бар десек артық айтқан боламыз. Олай болса, ана тілімізді осындай жан сөздермен толтырмай, сауатсыздыққа жол бермей, өркендеп өсуіне үлес қосып кез келген қазақ өз тілінде сөйлеу керек міндеті деп білемін.